түгізе Алланың разылығына бөленесің сен. Яғни кез келген нәрсені шариғатқа сай орындаңыз. Яғни оған қарсы келмейсің ол нәрсеңіз. Шариғат айтқандай болсын, яғни шариғат айтқандықтан болсын және ол. Мысалы сақал қойып жатсың. Не үшін қойып жатсың бұны? Не үшін қойып жатсың сақалды? Сүннет, шариғатқа сай орындағыңыз келеді. Соны орындасаң, иншалла Алла разылығына бөленесің де, Құдай қаласа. Яғни момынның іздегені өмірде Алланың разылығы болу керек. Енді Алла разылығы үшін дедіңіз ба? Енді оның артында не болмау керек? Міндет қылу, реніш, жақсылықты ұмыт кеттің мәне. Есегің лайдан өтті, болды мәне. Жарайды, біз жақтан да бір күн шығып қалар. Көрем сөyle деген әңгіме айтылмау керек сенде. Өткен сен кім үшін болған еді басында? Алла үшін ғой. Болды, Алла үшін дедің ба, енді ұмыт ол нәрсені. Жақсылығыңды да ұмыт кет, бәрін ұмыт кет. Мойындама. Кейін ол келіп, бауырым, рахмет саған. Есінде ма, баяғыда осыдан 10 жыл алдын. Сен мен көмектесіп келем болса, білмеймін. Мүмкін біреумен қателесіп тұрған шығарсың деп мойындама. Мойындап қойсаң, сен де нең оянады? Мен едім, молодец екенсің сен. Жақсылықты ұмытпайды екенсің сен. Үйіңе шақырмайсың ба бір жақсылап? Құр сөзбен не? Құлам деп жатсың ба не? Құрғақ сөз ауызы жырат деп ана жақтан аузың жыбырлап көріп сөз айта бастайсың да сен ше.